Ассаламуалейкум, құрметті Тура бағыт діни танымдық арнасының көрермендері. Бүгін иншалла мына сіздермен арнайы жеке сабақтарға келіп отырмыз. Иншалла алдағы уақыттарды да сіздермен өзекті адамдарды көбінесе қызықтыратын тақырыптарда сөз қозғайтын боламыз иншалла. Жалпы алғашқы видеоны куәлік туралы айтқым келіп отыр. Бұл куәлік дегеніміз исламдағы ең алғаш, исламға келу үшін адам ең алғаш істеу керек нәрселердің бірі. Куәлік дегеніміз жалпы өздеріңіз білесіздер, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген сөздермен жүзеге асады. Бұл сөздердің аудармасы Алладан басқа құлшылыққа лайық ешбір құдай жоқ, және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне мен куәлік етемін деген сөздер. Бұл куәліктің артықшылығы туралы жалпы ла илаха иллаллах Мұхаммаdur расулуллах деген зікірдің артықшылығы туралы көптеген хадистер риуаят етілген. Соның ішінде жәннаттың қақпасының үстінде ла илаха иллаллах Мұхаммаdur расулуллах деп сөздер жазылып тұрғаны туралы риуаяттар бар. Және де өздеріңіз білетіндей, қияметтегі осы куәлікті айтқан адамның жағдайы туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге баяндайды екен. Бір адамның 100 парағы болады дейді. Оның 99 парағы, 99 парағы, әр парағы бір сижилля дейді, қараңыздар. Ал сижилля дегеніміз ол адамның көзі мен көзінің қай жаққа дейін жететін шекарасы көкжиек дейді ғой. Сол ара қашықтықта толған күнәлар дейді, қараңыздар. Сонда 99 парағы сондай күнәларға толған екенді. Ал мына жақта жалғыз ғана парағы бар. Ода сол сауапты істер. Жаңағы адамның амалдары таразыға салынып жатқан кезде жаңағы адамның ойы, адами фактормен ойлайды. Болды, мен құрдымға кеттім-ау деп ойлайды. Сонда мына жаққа 99 парақты қойған кезде бір парақ не істей алады деген секілді ойлайды. 99 парағы қойылып, мына жаққа бір парақ ғана қойылса, жаңағы 99 парағы аспанға ұшып кетеді екен, жоқ болып кетеді екен. Сондағысы бұл парақтың ішінде не бар деген кезде осы куәлік бар дейді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген куәлік бар дейді, қараңыздар. Бұл жалпы куәліктің артықшылығы туралы. Мұсылман адамның өмірінде бірде-бір рет осы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген амал дәптерінде болатын болса, онда иншалла Алла тағаланың рахымымен, Алла тағаланың мейірімімен қияметтің күнінде Алла тағала өзі айтқаны секілді бұл күні ешқандай да әділетсіздік болмайды. Алла субханаху ва тағала осылайынан айтқан. Бұл күні ешқандай әділетсіздік болмайды. Алла тағала қай күнді меңзеп тұр? Әрине есеп, қисап күнін меңзеп тұр екен. Сол себептен де иншалла Алла тағала баршамызға соңғы емімізге дейін Алла тағала осы исламда нық жүруімізді нәсіп етсін иншалла. Алла тағала баршамызды осы күпірлікке апаратын сөздерден сақтасын. Енді иншалла үстіде айтқандай емес, сіздермен өзекті тақырыптарда қозғайтын боламыз. Енді қандай тақырыптарда бейнебаяндар болмаса бір сабақтар көргіңіз келеді, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Иншалла арнаның дамуына өздеріңіз септік тигізіңіздер, лүпіл басып және де арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.